Бала өміріндегі және бір ерекше салт сәбиді қырқынан шығару. Бұл салттың да өзіне тән өзекті мән-мағынасы, шығу тегі мен мақсаты бар. Әжелеріміз 40 күні толмаған сәбиді әлі жердің баласы емес деп сақтық шараларын жан-жақты жасаған екен. 40 күн бойы түнде шырақ жағып, баланы шошынып, не тұншығып, немесе ашылып қалмауын, басқа да қауіп-қатерден сақтаған. Сонымен бірге сыртқы әсердің кездейсоқ кері кесірі тимесін деп 40 күн өткенше далаға шығармаған. Тіл көзден сұқ өтіп, назар тиюден қорғап, бөпені басқаларға көрсете бермеген. Мұны білетін үлкендер өздері де көруге құлық танытпаған. Әжелер мен аналар баланың дене тазалығына мұқият қарап, бір күні тұзды сумен, бір күні сабынмен, бір күні киік оты, жұпар секілді емдік қасиеті бар өсімдіктердің қайнатпасымен шомылдырған. Жуындырған соң қойдың құйрық майымен майлап, денесін жұмсартып сылаған. 40 қылаудан өседі, бала сұлаудан өседі деп сәбиді сылап-сипап, сылмақ менен, ширақ сенен, өс, сүттей ақ бол, судай пәк бол, өс, дерт атаулы кірмесін, ақ бүпеме тимесін, өс, деген секілді тілек тілей отырып, баланың аяқ-қолын жайлап, керіп созып, буындарын ақырындап жазып шынықтырады. Зер салып қарасаңыз, қырқынан шықпаған баланың көзі бір түрлі тұманданып, қайда назары түсіп тұрғаны белгісіз, жанары ауытқып, адасып қарайды. Осы мерзімдерде талай балалар жиі жылап, дұрыс ұйықтамай, анасының да өзінің де берекесі кететіні жиі кездеседі. Ондайда тәжірибелі әжелер бала 40 күнін күтіп жүр деп жатады. Шындығында солай, сәбиді барлық жөн-жоралғысымен қырқынан шығарған соң жылауы басылып тынышталады. Жанары кәдімгідей жылтырап, жан-жағына көз тоқтатып, жарықты сезіп, дыбысты аңғара бастайды. Қалыптасқан дәстүр бойынша ұл баланы 40 күнге жеткізбей, 37-39 күнде, қыз баланы 40 күнге толтырып, қырқынан шығарады. Әйел 40 шырақты, өмір белесінде бір шырағы жанбаса, бір шырағы жанып игілік көріп, маңдайы ашылады деп айтылған бабалар сөзі осыған орай шыққан екен. Өйткені шырағы жанып, перзент сүйіп, ана атанады. Қайсы біреулер қыздың қалмалы көп болсын шыққан деп ақыл көсейді. Бұл көкейін мал тескен тоғышарлардың сандырағы. Қалың малға мұның еш қатысы жоқ. Ұл мен қыздың жаратылыс болмысы екі түрлі, екеуі екі әлем. Олардың дене құрылысында, бой бітімінде, күш қуатында, айналаны қабылдап бейімделуінде өздеріне тән, Құдай жаратқан ерекшеліктері бар. Айтайық, қыз бала ұлға қарағанда нәзік, әлсіздеу келеді. Сондықтан 40 күнді толтырып жоралғы жасайды. Қырқынан шығарудың ең басты мәні, сәби 40 күнге жеткенде еті мен сүйегі бірігеді. Бала енді тіршілікке бейімделе бастайды, адам болуға бет бұрады. Міне осының құрметіне дастархан жайылып, дәстүрлі қырқынан шығару тойы жасалады. Ал адам өмірден озғанда 40 күннен кейін ет пен сүйек ажырайды. Аз болсын, көп болсын, ет пен сүйек бірге өмір сүрді. Уақыты жетіп ажырағанда соған арнап берілетін құдайыны 40 күн беру деп атайды. Енді сәбиді қырқынан шығарудың жөн жобасына тоқталайық. Алдын ала бұлақтың не шыңырау құдықтың суынан әкелінеді. Қазіргі кезде ондай табиғи таза суды әсіресе қалаларда табу оңай емес. Сондықтан құбырмен келетін суды қайнатып алу керек. Арнайы дайындалған ыдысқа жуылған күміс бұйымдарды, сақина, жүзік, білезік, сөлкебай секілді заттар салынады. Оның себебі, күмістің қасиетін ертеден білген бабаларымыз күміс емдікке, алтын сәндікке деген. Күміс судың құнарын арттырады, тазартады. Судың құрамындағы көзге көрінбейтін жағымсыз нәрселерді жойып, суды
залалсыздандырады. Бұрындары қазақ әйелдері ас адалдығы үшін қолына күміс сақина салмай қазан ұстамаған екен. Сақинаны сәндікке салмайды. Ол тазалыққа таразы деген сөз содан қалыпты. Қазір қолында бар байлар баланы қырқынан шығаратын суға кілең алтынды салатын болыпты. Байлық көрсетіп бір мақтанып қалу үшін болмаса, күміс секілді пайдалы емес. Енді біреулер теңгелерді қолданатын әдет шығарыпты. Бұл мүлде дұрыс емес. Өйткені қолдан қолға өтетін, кез келген нәрсеге жұмсалатын ақшада тазалық болмайды. Содан кейін теңге күмістен жасалмайды. Ол түрлі металдардан қоспасы. Бергіңіз келсе теңгені суға салмай, шашу ретінде таратқан оңды болар. Ал қырқынан шығаратын суға мүмкін болса таза күміс салуға ниетті болыңыз. Оны көп болуы міндетті емес, аз болуы мін емес. Сонымен жағалай отырған әжелер мен апалар, басқа да шақырылған қонақтардың әрқайсысы ағаш қасықпен күміс салынған ыдысқа басқа ыдыстағы арнайы дайындалған судан тілек айтып құя бастайды. Өмірлі болсын, дені сау болсын, бақытты болсын деген секілді әркім ақ ниетпен жүрегінен шыққан шынайы жақсы арнауларды әр қасық суды құйғанда айтып отырады. Есептен жаңылмас үшін бір адам санап тұрады. Осылай жалғасып 40 қасық су күміс үстіне құйылады. Атам қазақ жақсы сөз жан азығы, сөздің жаны бар деген сөз құдіретін айтады. Жан дегеніміз энергия, яғни күміс салынған суға жақсы сөз, игі тілек айта отырып, шипалы күш-қуат сіңірді. Бөпені жуындырғанда аса мән беретін нәрсе денесінің су тимеген жері қалмауы керек. Шілде қотыр шықпасын деп, баланың саусақтарының башпайларының арасын, құлақтың іші сыртын, мұрын қуысын, қолтықтың астын, тақым секілді қалтарыс жерлерінің бәрі мұқият жуылады. Шомылдырып болған соң адал жейде немесе адал көйлек деп аталатын жақсы да жұмсақ матадан тігілген жейде кигізеді. Сол күні баланың қарын шашы мен тырнағы алынады. Оны өнегелі, инабатты қариялар, кейде ел алдында жүрген азаматтарға үлкендер жол беріп, шаш пен тырнақты алғызады. Баланы шомылдырған 40 қасық суды кісі аяғы баспайтын таза жерге төгеді. Қазір үйдегі гүл өскен құмыраға құйып жүр. Гүлге пайдасынан басқа ешбір зияны жоқ. Нәрестені қырқынан шығару дәстүріне қатысып, 40 қасық су құйып, тілек айтқан қонақтарға ыдыс түбіндегі күмістер мен өзге де тарту таралғылар беріледі.